Барлықтарыңызға сәлем, мен YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін біз өте дәмді песочный югурский самса дайындайтын боламыз. Ішіндегі майы ағып, сулы, сочный болып тұратын міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін менімен бірге видеоны соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен ұнымызды өткізіп салып аламыз. Ұнымызды өткізіп болған соң, оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, қамырымызды араластырып аламыз. Тұзымызды салып болған соң, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосамыз. Қамыр қопсытқыш қосқан жерім түспей қалыпты. Құрғақ заттарымыздың барын араластырып болған соң, тоңазытқышта тұрған сары май немесе маргаринімізді алып, үккіштің көмегімен, терканың көмегімен осылай өткізіп алып, крошка қамыр жасайтын боламыз. Крошка қамырымызды жасап алдық. Енді 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне 1 пиала айранымызды құйып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қылып өте әдемі қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. 10 минутқа, 20 минутқа салфанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз демалып тұрған кезде ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына өз қалауларыңызша мен фарштан пияз және картошканы қосып жасадым. Салмасы өз қалауларыңызша. Дәміне қарай қызыл бұрыш, ащы ұнтақталған, қара ащы ұнтақталған бұрыш және тұз және сұйық май құямын. Сіздер өз қалауларыңызша дәміне қарай қоса бересіздер. Міне салмасында дайындап алдық. Енді холодильникте, яғни тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, өзімізге ыңғайлы етіп, 2 бөлікке, 2 зуалаға бөліп аламыз. Бөліп алған зуаларымызды осылай қолның көмегімен созып батонша жасаймыз. Керекті мөлшерде қалыңымай жіңішке созып болған соң, майда-майда бөліктерге, майда-майда зуаларға бөліп аламыз. Қамырымызды бөліп болған соң, оқтаудың көмегімен алып, өзімізге керекті мөлшерде қалыңғымай, жұқағылмай қамырларымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған соң, ішіне салмамызды салып, самсаларымызды түйеміз. Өріп, әдемілеп түйіп шығамыз. Қамырымызды жайып, салмамызды салып болған соң, бір бетімен екінші бетін беттестіріп, осылай өріп шығамыз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін.
барлық самсамызды түйіп алдық. Енді табамызға салып пешімізді қыздырып 180-200 градуста 35-40 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып кунжут септім. Өз қалауларыңызша кунжут мак себе бересіздер. Сеппесеңіздер де дәмді болып шығады. Осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры жұмсақ болып күртілдеп, жеген кезде ауызда ериді. Көп уақыт алмайды, тез дайын болады. Қолжетімді, үйдегі барлық заттардан жасала береді. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.